Армысыздар. Бүгін менің туған күнім, айым, ойбай, мынау жұртым не қылып отыр тойламай деп Мұқағали атам жай тапқан. Енді отбасылық жағдай ғой. Мен не айтқым келгені, бүгін 16 желтоқсан, бұдан 36 жыл бұрын, осы күні 16 желтоқсаннан түннен 17-18-і қазақ орыс әскерлері қырып, қазақты боздатып, қыршыннан қиып, қанын ағызып, бір автобусқа 400-500 адам тығып, өлтіріп, екіқабат қыздардың бәрін белдерінен 8 көзінен ұрып, бөпелерін түсірткізіп, қалталарына наркотик арақ ішкізіп, жаңағыдай бәрін түрмеге жауып, қырып жойып, бізді геноцид қылған. Біз ол күнді атап өтпейміз, біз ол күнді мейрамдатпаймыз. Ол бізге аза күн, ол бізге қасірет күн. Сол үшін Құран бағыштаймыз, еске аламыз.